Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қалғылай? Не істеп жатсың? Бутерброд. Кесеге қойып ішпейсің ба? Үйленгелі беріп күнде қайталап айтудан жалықтым. Сүтті кесеге қойып ішу керек. Біздің ауылда 3 үйге жалғыз сиыр болатын. Бала көп, кесе аз. Сондықтан кесе деп баста ауыртпайтынбыз. Сиырды ембеген шығарсың, әйтеуір. Шайыңды іш. Суып қалмай тұрғанда. Таң атпай қайда сыланып шықтың? Кездесуге? Қыздардың фитнес-клубына жаттықтырушыға жүр. Қыздардың фитнес-клубына? Сен инженер мұнайшы емессің? Фитнес-клуб мұнай компаниясына қатысты. Шіркін, ауылда рахат қой. Тып-тыныш, бір қалыпты өмір. Таза ауа. Таза ауа. Тура ауылың жанында тыңайтқыш өндіретін зауыт тұрған жоқ па? Керемет болса қалмадың ба сол ауылыңда? Мұнайшы дипломмен онда кімге керек? Қалада біреуге керек сияқты. Керек болмасам, кездесуге шақырар ма? Көп сөйлемей, тамағын жеш. Же деп тамақты айтады. Ал шайды ішеді. Кешірерсіз, тамақ дайын болмай қалды. Бутерброд жейсіз бе? Жейсің бе дегенің не? Әкел бері. Сен бутерброд жемеуші едің ғой. Аштан өлдесің бе енді? Бутерброд жеп жүргенімді ауылдағылар көрмей қойсын. Күлкіге қаларым. Әрине, ауылдың сыры белгілі. Қазы қарта, жал жая, бауырсақ. Тіптім қалса жарты қойдың еті. Бірақ бұның бәрін дайындау үшін уақыт керек қой. Уақыт емес, қабілет керек. Сонда ауылдағы қабілетті әйелдердің бәрі мендей құнды қағаздармен жұмыс істейтін керемет мамандар шығар. Әрине, үйде отырып ондай ойды айту оңай. Тух, бастамашы енді. Білесің ғой, жұмыс іздеп жүрмін. Әзірше жолым болмай жүр. Бізге қаражат табу керек. Күнімізді қалай көреміз? Көреміз? Мені қоспай қойшы. Маған көптің қажеті жоқ. Шай мен бутерброд болса болады. Ол да жоқ қой. Ал сен ше, қайдағы бір опадалап фитнес жеңеше дейсің ба, жиренше дейсің ба, соған ақша жаратпасың? Ванши. Айырмасы қандай? Қой мен қошқардай. Оның айырмасы бар ма не? Бәрі бір ғой? Саған қой не?
Қошқар не? Бәрі бір емес пе? Білетінің тек осы ғана. Әйел білгіш болсам, сен сияқтыларға өмірі жоламас едім. Мен сияқтыларға? Әкешімге айтқан тыңдамақ. Айтып ет, ауылдан келін ал деп. Тып-тыныш, жұп-жуас. Айқайлаған тек босанғанда ғана естисің. Солай ма? Менің әке-шешем сен де күйеу балаға зар болғандай сөйледің ғой. Айналдырған 3 бөлмелі пәтеріміз бар. 3 күн сайын 300 туысқаның келіп жатады. Ай, кім білет, қаланың жігітіне шыққанымда бөлме саны көбірек, туысқан саны азырақ болушы еді. Әлі де кешіңіз? Іздеп көр менен артық біреуді. Я, туысы жоқ, пәтері бар. Жұмысы бар болса тіптен керемет. Шыданның да шегі бар. Шайың әбден тойып беттім. Қалалық келін деген осы. Мақтап қоймадың ғой. Шынымды айтсам, бітпейтін ұрыс керсін, әбден шаршап біттім. Айырылыспасақ болмайды. Мен киімдерімді ғана алып кетем, осы үй саған ақ қалсын. Пәтерді жалдап тұрған жоқпыз ба? Ұмытып қалдың ба? Кербол? Сәл қызбалыққа салынып кеткен сияқтымыз. Сабыр сақтап сөйлесекші? Сөйлесек. Не жайлы? Сенің күнігі айқайың жайлы ма? Әлде мыстан кемпірдің мінезің бе? Шынымды айтайын ба? Мен сен үшін достарым алдында ұялдан шаршадым. Келсей, тұрсай, отырсай. Мені туыстарымның алдында сен үшін қатты қысылам. Болды, шыданың да шегі бар. Мен кеттім. Кете бер. Мына сөмкені таста. Бұны менің мамам алып берген. Енді әр нәрсені сенікі менікі деп бөлісуіміз қалып еді? Онда мына сырғаңды шеш. Оны менің әке-шешем алып берген. Же? Онда сен мына форманы шеш. Бұны менің папам алып берген. Диваннан былай тұр. Тұр. Кілемнен былай тұр. Креслодан былай тұр. Мен қайда? Оны менің әке-шешем алып берген. Менің теледидарыма қарама. Сен кетем деп едің ғой. Әлде баратын жер табылмай қалды ма? Табылды. Сәл күте тұру керек. Ой, бұл ауылдағылар телефон көтермей жатқан шығар, я? Жоқ. Ауылда қораларына телефон орнатпаған шығар. Орнатуда. Бұл менің десем. Менің жипзем. Тоңазытқышсыз өмір сүру қалай екен? Тамақсыз өмір сүргеннен артық. Сенің қарның ашып тұрған шығар? Бірақ тамақты саған кім дайындап бере қояды дейсің? Мен барып өзіме кеспе жасай.
Апам мен көкем жіберген соғымға тиісуші болма. Сен білмейтін шығарсың. Бірақ қазіргі заманда етті супермаркеттен де сатып алуға болады. Бірақ ол үшін ақша керек. Жұмыс істегенде төленетін қағаз ше? Сен оның түрінде ұмытып қалған шығарсың. Жанне, олай өмір сүру мүмкін әмме. Қойсаң жерді. Шыдамға шегі бар. Сонда не? Ажырасам деп жер тепкілемекпісің? А? Ажырасқың келе ме өзі? Сен ше? Алдымен сен айт. Былайша айтқанда, қарсы емеспін. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Шыныңды айтсай? Айтсай. Ажырасамыз. Ажырасамыз. Ажырасқанды қандай. Жанел, сен әке-шешеңе қалай айтпақсың? Кәдімгідей. Сен қалай айтсаң, мен де солай айтам. Реті келгенде. Бірақ үйленгенімізге әлі бір жыл болған жоқ. Сене айнып қалдың ба? Жоқ. Тойдың несиесін әлі төлеп болғанымыз жоқ қой. Есімнен шығып кетті. Жетпеген осы. Aman esensin. Kalaysın. El jırtınlar aman esen. Aman esenбіз, мам. Kalaysın. Үй жинап жатырмыз, мам. Жақсы болған екен. Дұрыс болған екен. El jırtınlar aman esen. Aman esen. Құдаларыңыз. Күшті. Жақсы болған екен. Сағынып қалдық қой өздеріңді. Біз де сағынды. Жандарым. Отан мәшейін болған. Şu aşk etken. Апа, Ол не балам? шай. Көгі. Өзің ішпейсің ба балам шайды? Мен ішіп болғам, апа. Шайды жақсы ішіп жүрмін. Тіпті шайдан басқа еш нәрсе ішпейтін күндерде болып тұрады. Ербол 1-2 килоға арықтағысы кеп жүр, мам. Балам, жұмыс іздегенде оңай емес шығар, Қиын, сұмдық қиын. Күні бойы диванда, теледидардың пультімен жұмыс іздеу қол талып кетті. Жанел білет, кейде жұмыс істеп үйде отырсам, жаны ашып жүрегі ауырады. Я, бос отырғанда жек көреді ғой, мам. Көрдіңіз ба, үйді жинап қойды? Я, өзінің заттарын жинап қойды. Үй жинаған несі? Көгі. Еркектің жұмысы ме? Мен тура солай айттым. Өзім заттарына жолатпай қойдым. Өздеріңіз қалайсыздар? Ой, біз ана әлбаптардың тойына келген болатынымыз ғой. Сыйлығымыздың бәрін пойызда қалдырып келсек бола ма?
қалдырғаны ғой. Ой, мына әкең деген жүк таситындарды мен келіскенше мына пойыз күтіп тұрады дейсің ба? Ол ілініп салынып тұрғанда пойыз кетті де қалды ғой. Оның өзі шақпан аппаратына әкесінің құн сұрамады ма? Удай қымбат атаң. Қымбат енді. Мына ауылға кететін бет жоқ енді. Өткіл ауыл сыйлықтарын бәрін бізден беріп жүрген. Келмегендер де бізден берген. Басқара болып қара бет болып отырмыз. Ойбай, ойбай, қайтейін. Жүде, апа, не болды сонша уайымдап? Бір амалын қарастырамыз. Böyle o kulundarım alıp sendер болмасаңдар қайтетін едік біздер. Böyle. Машин ше. Ne bu? Onçuk mu? Ha. Bu ne? тоңазытқыштың Қой. Жолдан шашақ келмедім балам. Кішкене демалып. Biraz dem alып алайық динақып. Белімді ауырып қапты ғой. Böyle мынаны қара. Есіп ұстаған. бәрін жайып салам. Құдай үшін, үндемей қош. Онсыз да өздерінің көңіл күйлері жоқ. Екеуміз үшін барын шашқан жандар. Ажырасатымыз естен не болады десеңші? Менің оған қатысым жоқ. Жаңа ғана екеуміз келістік. Енді олар мен үшін бөтен адамдар. Жанел, телекі қайыңды көруге рұқсат етемін. Күніге 15 минут. Бер саған. Жарты сағат. Мен өз уақыты сол ғой. Жарайды. Ал мен сенің кілеміңнің үстімен жүретін болам. Бөлмеге өткенде. Жарайды. Келістік. Бірақ есіңде болсын. Өзің оларға кір жуасың, тамақ дайындайсың. Менің оған қатысым жоқ. Егер де сен немесе сенің туысқандарың менің заттарыма жолайтын болса, айтып салам. Сонда тамақ қалай ішеміз? Қолмен. Қызық екен. Бұрын осы қасықпен табақ болмаса тамақ жемеуші едіңдер. Ауылда қолмен ақ жей беретін едік қой. Ұлттық дәстүрді ұмытуға болмайды. Дұрыс айтасың. Қамыр қолдық емес. Дүкеннен алынған. Ерболдың қалауы бойынша. Уланып қалмайық дегенім ғой. Ал, жарайды. Қой. Жүре, теледидар көріңіз. Саған бір ұсынысым бар. Пойызбен 3 күннен соң жүк келетін болып. Апа көкем тойға не апарарын білмей отыр. Ал біздің үйде сен қолданбайтын шаң басып кеткен заттар көп қой, Мысалға, ыдыс-аяқтар, Сонымен не айтпақсың? микротолқынды пеш, кілем, маталарды беріп тұра аласың ба? Әрине уақытша. Тойда жұртқа көрсетіп, сыйға тартып, сосын пойызбен жүк келген кезде қайтан өзіңе қайтарамыз. Мен саған айттым, онда менің шатағым жоқ. Керек болса, өзің сатып алып бер. Ал әкешің, менің көмек сұрақ болса қайтесің? Ондай болу мүмкін емес. Көмек керек болса да сенен сұрамас. Ал сенің атынан біздің үйге қонаққа келіп қалуы әбден мүмкін. Қаласаң, ажырасу туралы айтпай-ақ тұра тұрайын. Олар бас көз жоқ аяқ астынан келе салатын жаман әдеті жоқ. Сондықтан кешір, олар келмейді.
Oy, kurşunlar. Oy. Buongiorno. Razia. Abeki. Ay Құдағи, hoş geldinіздер. Ой, келгендеріңіз қандай жақсы болды. Қалайсыздар? Razia. Түк өзгермепсіз. Яйы жасарып, гүлденіп, көйлегіңізде тұры баяғыдай. Құдағи, ана пластикалық операцияның дұрыс өтпегенін естіп едік. Тәуірсіз бе, Құдағи? Сіз де өзгермепсіз. Сол баяғыда қалпыңызда екенсіз. Қош келдіңіздер. Аба амансыз ба? Ербол балам, саған келдік. Көмегің қажет болып тұр. Нея? Төрлетіңіздер, құдалар. Жоғал шығыңыздар. Төрлетіңіздер. Рахмет, қызым. Негізі, біз көп отырмаймыз. Мына менің ертең диссертация қорғайтын бір шәкіртімнің ана бүткіл несі жаңағы слайдтары, суреттері, диаграммалар түгелмен өртеніп кетті. Көрмейсіз бе? Ал енді келген себебім айналайын, Ерболжан. Соның бәрін қалпына келтіруге көмектесесің ғой. Әрине, баламның қолынан бәрі келеді. Баяғыда ауылда қорабы өртенген. Соның бір өзі ғой қалпына келтірген. Қам жеме, уайымдама құда. Тәжірибесі мол. Өле, қолынан келмейтін жақпай. Тамақ та істей алады. Қажет болмайтын шығар деп ойлағым. Бірақ жақсы болып үйреткенім. Енді өзіңіз ойлайсың. Менің мына 5 жылдық еңбегім зая кететін болды ғой. Сондықтан айналайын, Ербол, көмектес енді. Ой, білмеймін көке. Менің уақытым бола ма, болмай ма? Оның үстіне тойдың сыйлықтарын іздеуім керек. Саспаңыз, көмектесеміз. Мам, пап, уайымдамаңыздар. Тойға құрғыл бармайсыздар. Ойналып қана кетейін. Жарайсың. Қандеңіз? Жанель! Маған сусын бере салшы, тамағым кеуіп кетті. Айтсаңыз болды, жаным. Білесің бе, жаным, сен маған онда шай бере салсай. Шай шөлді жақсы қандырады. Көке, сіз нешесіз? Жоқ, рахмет, мен қойып кеткенмін. Жарайды, бара бер. Жанель! Түф, ұмытып қалдым. Бара бер. Ой, жарайсың, Ербол балам. Міне, әйтеуір үлгердік қой. Менің мына 5 жылдық еңбегімді бір-ақ күнде қалпына келтірді. Ой, өйткені менің балам ғой. Bir күні ауылда құрғыры өртенген. Қойса енді, қайталай бермесеш, қайтағай. Біз тойға шығып бара жатырмыз ғой. Біздің сыйлықтарды міне қарасайшы. Құдай ай десеңші. Міне,
қораптары қандай керемет десеңші. Ай, мына пакеттерін айтсаңшы, импорт. Мына пакеттердің өзін сыйға тартуға болады екен, Олай. Жарайды. Біз жүре берейік. Әйтпесе диссертацияға кешіп қалармыз. Иә. Goodbye. Goodbye. Құдайға шықсаңшы. Bostandық. Таныштық. Не үшін? Мені күні бойы ары-бері даландатып жүгірткенің үшін. Сенің әке-шешеңді тойға жинайым деп миым ашып кетті. Не, менің шкафым супермаркет деп бедіңдер? Жаным-ау, мен де сен әкеңмен күні бойы әуреге түстім. Майда-майда диаграммалар салдым. Мен көзім не? Микроскоп па? Қарашы, көзім көрмейді. Қысқасы, ерте бәріміздің басымыз қосылған кезде ажырасатынымыз туралы айтамыз. Жарайды. Пошташы. Марат аға. Сәлем, сәбіздер. Үйде болғандарың қандай жақсы болды, күтпедіңдер ме не? Қорқпай-ақ қойыңдар. Мен бар болғаны 2-3 аптаға келдім.